Ассалаумалейкум желі қолданушылары. Жалпы алдағы релистер осы полифосатқа қатысты болады, Аллах нәсіп етсе. Оның біз күн демалысымыз бар. Сол демалысымызда жайлы осыны жақсыруымыз керек болып. Ең біріншіден, неге бұл осы полифосат таңдадың деген сұраққа жауап беріп кетейін. Алдымен бұл жеңіл, ана жапсыру кезінде өте жеңіл, былай жылжыта арқайын көтеріп қоя беруге болады. 25-ке 25 см, ұзындығы 50 см. Жеңіл, сосын тағындай преимуществолары. Жалпы өзім мынандай екі жерінде шұруп қатыратын орындары бар полифосаттар болады, сондай іздеген едім, бірақ мынау сапасына қарасам қорқатын ештеңесі жоқ сияқты. Көбінде осы бетон түсіп қалып жатады. Пеноплексінің өзі қалады да, бетон түсіп қалып жатады. Тағы бір ерекшелігі мына балшық отыратын не алып айтады, ойықтар бар ғой, екі жағында да, мынандай бетон құйылған жағында да сызық шығарылған, астында да осындай сызықтар шығарылған. Яғни бетонды мықты ұстап қалуына бір себеп болады. Үшіншіден, жапсырған кезде жаңа шұруп қатырылатын орынды осымен есепте жіберуге болады. Яғни жапсырған кездің арасын бүйтіп ашып, осының арасына жақсылап герметик жағатын болсаңыз, міне герметик мынандай тұстары бар, соның арасына кіріп, екеуін бірге шымдап қысып қалу керек деген ой. Жалпы 50-ге 50 дегендер де бар мынандай. Мен мынаны бетонға қою үшін алдым. Яғни үйде негізгі қабырғасы осымен жапсырылатын болса, бетоны астыңғы бетон бөлігі мынандай дизайнмен жапсырылады. Бұл ағорда біреуі неше кило деді? 7 кило деді ме? Ыңғайсыз, неудобно жұмыс жасау. Сондай ерекшеліктеріне мән беріп алынған полифосат болды.